Елімізде жыл басынан бері полиция қызметкерлері ағаштар мен бұтақтарды заңсыз кесу, жою, немесе зақымдау бойынша 100-ге жуық қылмыстық іс қозғады. Әкімшілік жауапкершілікке 119 адам тартылды. 9,5 миллион теңгеден астам сомаға айыппұл салынды. Заңсыз кесілген 600 текше метрден астам ағаш тәркіленді. Ағаштарды заңсыз кесу фактілерінің ең көп саны Алматы, Шығыс Қазақстан облысы және Абай облысында тіркелген. Мысалы, Қызылордада сексеуілді заңсыз кесу фактілері тіркелді. Полицейлер қызыл кітапқа енген ағаштарды тасымалдаған тұрғынды ұстады. Бұл факті бойынша өсімдіктердің немесе жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қауіпті төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлермен, олардың бөліктермен немесе дериваттармен заңсыз айналысу бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Шығыс Қазақстан облысында 19 текше метр болатын бал-қарағай ағаштардың заңсыз кесу фактісі анықталды. Келтірген залал сомасы 1,3 миллион теңгеден асты. Сондай-ақ тағы бір мысал, жақында Жетісу облысында болған жағдай. Браконьерлер 1000-ға жуық кесілген ағашты сатпақ болған кезде ұсталған. Аталған фактілерге қатысты ағаштар мен бұтақтарды заңсыз кесу, жою, немесе зақымдау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Полицейлер қомақты залал келтіру мен табиғи ресурстардың жойылуына байланысты осы бағыт бойынша қосымша күштер мен құралдарды тарта отырып, браконьер жедел профилактикалық іс-шарасын өткізіп жатыр. Операция барысында тәртіп сақшылары қоршаған ортаны қорғау органдарымен бірлесіп, ерекше қорғалатын аумақтарды, қорықтар мен ұлттық паркілерді тексереді. Естеріңізге сала кетейік. Ағаштар мен бұтақтарды заңсыз кесу, жою, немесе зақымдау үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 381 прим. 1 бабы бойынша санкция 50 айлық есептік көрсеткіштен 150 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұлды көздейді. Ал елеулі залал келтірген кезде қылмыстық кодексінің 340 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалады. Ол 160 айлық есептік көрсеткіштен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі азаматтарды табиғатты қорғау заңнамасын сақтауға және табиғатқа ұқыпты қарауға шақырады. Егер сіз ағаштарды заңсыз кесу және табиғат қорғау заңнамасын басқа да бұзу фактілерін білсеңіз, осы фактілер туралы 102 пультіне дереу хабарлауды сұраймыз.